Сәлем достар, бүгін біз сіздермен ең оңай банчо тортын жасайтын боламыз. Ең алдымен біз жұмыртқа мен қантты жақсылап әппақ болып көпіргенше миксермен араластырып аламыз. Одан кейін сұйық май мен сүтті қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Ұнға қопсытқыш пен какаоны салып, жақсылап араластырып, үшке бөліп салатын боламыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 20-30 минутқа осылай жайып, пісіріп аласыздар. Тесто дайын болғанша қаймақты крем жасаймыз. Қаймақты салып, миксермен кішкене араластырып алғаннан кейін, қанттың ұнтақты салып, қоюланғанша миксермен араластырамыз. Ұзақ араластырып қажет емес. Крем осындай қою болуы тиіс. Торттың астын, яғни фундаментін осылай кесіп аламыз. Сосын көбек қылып кесіп, осындай шұңғыл табаға пленканы салып аламыз. Кесілген көбектарды кремге шылап, табаға толғанша салатын боламыз. Тоңазытқышқа 200 сағатқа қойып, осылай табаны төңкереміз. Кремді жағып, қалауларыңызша әрлейміз. Біздің тортымыз дайын, ас болсын. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.